11 қарашаға арналған жұлдыз жорамал. Тоқты, тамаша күн. Сіз жаңа бастамаларыңызбен сәттілікке жете аласыз. Ең қызығы, сәттілікке жету үшін тоқтыларға аса күш салудың қажеті болмайды. Өзгелерге пайдалы нәрсе жасап, қиын жағдайда қалған адамдарға қол ұшын беруге мүмкіндік болады. Тіпті ең қиын деген жағдайдың өзінен де сіз жылдам шығатын амалдарды тауып, мәселені лезде шешіп тастайсыз. Айналаңыздағылармен сөйлесу және қарым-қатынастарыңыз ойдағыдай өтпек. Кейбір тоқтылардың жаңа достары пайда болуы мүмкін. Торпақ. Қолға алған барлық шаруаларыңызды атқару барысында барынша жауапты әрі байсалды болыңыз. Немқұрайлылық пен жауапсыздық алдағы уақытта сізге көптеген мәселелер мен жағымсыздықтар әкелуі мүмкін. Асығыс шешімдер қабылдамаңыз. Ең алдымен барлық жағын жақсылап тексеріп алып, таразылап барып қана қадам жасаңыз. Торпақтарға жинақтаған тәжірибелерін қолдануға кеңес береміз. Дүкендерден алшақ болғаныңыз жөн, себебі сәтсіз саудаға ұрынып қалу қаупі бар. Басқа жерлердегі жағдайлар ойыңыздан шығады. Жақындарыңызбен, достарыңызбен әңгіме дүкен құрып, отбасылық мәселелерді шеше аласыз. Егіздер. Жеңіл күн болмаса да қызыққа толы күн. Ерекше әрекеттерді жасау үшін үйреншікті әдеттерден бас тартуыңызға тура келеді. Бұл қолыңыздан келсе, сәттілікке жетуге мүмкіндік болады. Күрделі жағдайларда интуицияңызға арқа сүйеңіз. Оның берер бағыты адастырмайды. Дәл осы күні жұмысқа немесе бизнеске қатысты дұрыс шешім қабылдауыңыз мүмкін. Жақын адамдарыңызға төзімділік танытып, олардың әрекеттеріне бола қызбалыққа салынбаңыз. Әр нәрсеге түсіністік таныта білу кез келген ушыққан жағдайларды басуға көмектеседі. Осының арқасында өзіңізді ұрыс жағдайларынан да қорғайсыз. Кешкі уақытта көңіл күйіңізді көтеретін күтпеген жағдайлар орын алуы мүмкін. Шаян. Бұл күн үйреншікті шаруаларды атқарып, қазіргі шешуіңіз керек тапсырмаларды шешуге барынша қолайлы. Тек өз күшіңізге ғана үміт артыңыз. Сізге бұрындары көмектескен адамдар өз шаруалары және мәселелерімен бос емес. Егер жалғыз өзіңіз әрекет етер болсаңыз, жақсы нәтижелерге жете аласыз. Ең бастысы, шешімді адамдарға, кез келген жағдайға дайын болуыңыз керек. Ойлағаныңыз бірден болмай жатса, беріле салмаңыз. Табандылық танытуыңыз өз жемісін береді. Үлкен сауда жасауға кеңес бермейміз. Әсіресе өзіңіз сенімсіз болған жерде сауда жасаудың еш қажеті жоқ. Ақшаңызға да барынша мұқият болудың артықшылығы болмайды. Арыстан. Жағымды оқиғаларға толы сәтті күн. Достарыңызбен кездесіп, әріптестермен де шер тарқатуға болады. Көптеген арыстандар сүйікті хоббилерін қолға алып, уақытты көңілді өткізеді. Араласпай кеткен адамдарды тауып, бұрындары аса жақсы қарым-қатынаста болмаған адамдармен татуласуға мүмкіндік бар. Сіз өзгелерге көмектескіңіз келеді. Бұл орайда сіз уақытыңызды да аямайсыз. Бұл дегеніміз өз шаруаларыңызды ысырып қоясыз дегенді білдіреді. Дегенмен де бұған сіздің көңіліңіз түспейді. Себебі қолдауыңыздың арқасында өзгелердің өмірі жақсарғанын байқап, соның өзінен де жақсы әсер аласыз. Бикеш. Күннің бірінші жартысы жайлы болғалы тұр. Бұл уақытта маңызды әрі күрделі шаруаларды қолға алуға болады. Сіз оларды ойдағыдай атқарып шығасыз. Маңызды сұрақтарды талқылап, түрлі адамдармен ортақ тіл табуға болады. Көп адамдарға сіздің кеңестеріңіздің көп пайдасы тиеді. Сонымен бірге ештеңені кейінге қалдырмауға тырысыңыз. Кешкі уақыт жақындаған сайын шаруаларыңыз баяу жүреді, қиындықтар да орын алады. Жалпы алғанда бұл күн ойыңыздағыдай өтпек. Жағымды тосын сый немесе романтикалық оқиғалардың арқасында көптеген бикештердің көңіл күйі көтеріліп қалады. Таразы. Табандылық танытыңыз. Сонда міндетті түрде сәттілікке жетесіз. Жоспарларыңызды кейінге қалдыруға мәжбүр ететін қиындықтар орын алуы мүмкін. Дегенмен де жақсы өзгерістердің орын алуы да әбден мүмкін екенін ұмытпаңыз. Бұл орайда өзіңізде бірінші қадам жасауыңыз керек. Өзгелерге жаңа нәрселерді ұсынудан қорықпағаныңыз жөн. Тіпті бойыңызда өзгелер қабылдамайды деген үрей болса да байқап көруіңіз керек. Жеке қарым-қатынастарыңыз үйлесімді өтеді. Өзіңізге жақын адамдармен сөйлесуге барынша қолайлы күн. Олармен барлық нәрсе жөнінде ашық сөйлесіп, шер тарқатуға мүмкіндік бар.
Саршаян, күн жайлы және көптеген қызықты оқиғаларға толы. Бүгінгі күні ұзақ мерзімге арналған жоспарлар құруға болады. Ойлағаныңызды жылдам жүзеге асыруға мүмкіндік те бар. Кей жерлерде ойлағаныңыздан да жылдам нәтижелерге жетесіз. Жақын адамдарыңызбен арадағы байланыстар жақсарып, қарым-қатынастарыңыз тұрақталады. Достарыңызбен немесе жақын адамдарыңызбен ортақ шаруаларды атқаруға мүмкіндік бар. Бұл жақсы нәтижелерге жылдам жетуге мүмкіндік береді. Бұрындары бірге жұмыс жасаған адамдар ескі қарым-қатынастарды қайта қалпына келтіруге тырысуы мүмкін. Мерген, жағымды өзгерістердің күші басым. Бұл күні күрделі мәселелер мен жағымсыздықтар орын ала қоймайды, ал қиындықтардан қашып құтылу мүмкін емес. Қызықты кездесулер орын алуы мүмкін. Сонымен қатар, ерекше адамдармен де танысуыңыз ғажап емес. Олардан жаңа әрі пайдалы нәрселерді үйренуге мүмкіндік бар. Шығармашылықпен байланысты тәжірибелеріңіз сәтті болады. Өзгелердің қолынан келмеген нәрселерді ерекше көзқарасыңыздың арқасында жүзеге асырасыз. Кейбір мергендерге ақша түсуі мүмкін, немесе ескі қарыздарыңызды қайтарып береді. Тауешкі, күн жақсы өткенімен көңіл күйіңіз аса жақсы емес. Орын алған кішігірім жағымсыздықтарға бола тым қатты уайымға салынып кеткенге ұқсайсыз. Сондықтан да барлық нәрсені жүрегіңізге жақын алмаңыз. Кей жағдайда тіпті сіз ашушаң әрі қырсық болып кетуіңіз мүмкін. Ал бұның барлығы айналаңыздағылармен қарым-қатынастарыңызды жақсартпайтынын да өзіңіз білесіз. Бағыңызға орай, сіз өзіңізді дер кезінде қолға ала біліп, ұрыс жағдайлардың орын алуына жол бермей, шиеленісті тұстарда лезде басасыз. Күннің екінші жартысында күтпеген қонақтар келіп, өзіңіз де бір жерлерге барып қайтуыңыз мүмкін. Бұрындары көптеген жағымды пікірлер естіген адамдармен кездесіп қалуыңыз әбден мүмкін. Соқойғыш, асықпаңыз, жоқ жерден мәселе тудырмаңыз. Егер сабыр сақтай білсеңіз, қателіктерден өзіңізді сақтап, бастаған ісіңізді аяғына дейін жеткізіп, жаңа жобаларға да сәтті кірісе аласыз. Бұл күні беделді адамдардың қолдауына ие болуыңыз әбден мүмкін. Күннің екінші жартысы жақын адамдармен сөйлесу үшін барынша қолайлы болады. Барлығын мазалаған отбасылық мәселенің шешімін табуға мүмкіндік бар. Достарыңыз жақсы жаңалықтармен бөліседі. Сіз де олардың батыл идеяларын қолдайсыз және мұныңызға өкінбейсіз. Балықтар, жайлы да жағымды күн. Сәттілік серігіңіз болғалы тұр. Егер серіктестеріңіздің көмегі қажет болса, олар да ұзақ ойланбастан көмекке келеді. Бұл орайда кәсіби шаруаларыңыздағы мәселелерді шешуге мүмкіндік бар. Бұл күн келіссөздерді өткізу үшін де қолайлы. Өзге көзқарастағы адамдарды да көндірудің сәті түседі. Күтпеген жерден кездесулер мен жағымды тосын сыйлар орын алуы мүмкін. Жеке қарым-қатынастарыңызда алғашқы қадам жасап көріңіз. Бұрындары аса жақсы араласпаған адамдармен татуласуға мүмкіндік бар. Өкпе мен конфликттік жағдай өткен уақытта қалады. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.